Үнді фильмдері физика заңдары және логикасы жоқ бөлек бір әлем. Әрине, бұл барлық киноға қатысты емес, негізінен кейбір көріністері кез келген түсініктемеге қарсы тұратын экшн фильмдеріне қатысты. Сәлем достар, бүгін біз сендерге қызыққа толы үнді фильмдерінің екінші бөлімін ұсынатын боламыз. Ал ендеше біз бастадық. Шын мәнінде үнді фильмі музыкасыз қалай естілуін білесіз бе? Онда мынаны көріңіз. मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां बड़ी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह. Бұл жігіт үнді полицейі. Ол ашулы Сингамдың туған інісі болады. Ол көзілдірген кесе болды, бітті дей беріңіз. के पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं. कहाँ गए? पूरे दान में ढूंढो. दान. ओए मारो. Танысыңыз, бұл үнді супермені, есімі Криш. Ол тік ұшақтың балондарын кері қайтаруда. Ал бұл үнділердің терминаторы. Осыдан кейін Арнольд ағамыз давлениясы көтеріліп, киноға түспей қойған дейді. Бұл жігіт сүйген қыз үшін, өз махаббаты үшін барлығына дайын. Керек болса, 50 жігітке жалғыз өзі қарсы тұра алады.
Егер сіз бір әдемі қызды ұнатып қалған болсаңыз, оған осылай ұсыныс жасаңыз, ол сізді бірден сүйіп қалары анық. Енді сіздерге үнді фильмдерінің экшн байлық топтамасын ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Құрметті көрермендер, кішкене болса да сіздердің көңілдеріңізді көтердік деп ойлаймыз. Тағы да осы сияқты фильмдерді көргіңіз келсе арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.